Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қызыл капустадан осындай бір ерекше, өте дәмді, қою тағамдармен жегенге енді керемет үйлесетін, мерекелік дастарханға да той жиындарға қоюға болатын керемет салаттың рецептісін ұсынамын. Ең алдымен қызыл капустаны осылай екі бөлікке бөліп аламыз. Енді өздеріңізге ыңғайлы бөлікке төртке де бөлсеңіздер болады. Одан кейін осылай ұзыншалап, жұқалап, жақсылап турап аламыз. Салатымызға қажетті заттардың тізімін төменде грамдарын, мөлшерін барлығын жазып қалдырамын. Мінекей осылайша барлығын ұзыншалап, жұқалап турап алдық. Енді бөлек бір ыдысқа осылай сала береміз. Келесі кезекте қиярымызды да дәл осылай ұзыншалап, жұқалап турап аламыз. Ендігі кезекте қызанақты тураймыз. Қызанақты да ұзынша етіп тураймыз. Қызанақтың суы шығып тұрғанын қаламасаңыздар, тек қана ортасындағы жұмсағын алып тастап, тек қана қатты жерін турап салсаңыздар да болады. Және де сәбізді осындай арнайы кәріс салатына арналған теркадан өткізіп саламыз. Немесе бұндай терка болмаса, өзіңіз қолмен жұқалап турап салсаңыз болады. Сонымен қатар өздеріңізге ұнайтын кез келген ас көпті қоса бересіздер. Мен көк пиязды осылай турап қостым. Немесе мүлдем қоспай қоюға да болады. Сондай-ақ салатымызға 2 тіше сарымсақты теркадан өткізіп қосамыз, және де жарты банка кукуруздан саламыз. Енді салатымызға заправка дайындаймыз. Менде мына жерде оливковое масло, яғни зәйтүн майы. Оның үстінен 2 ас қасықта қатты толтырмай қант, және де 1 ас қасық толы тұз саламыз. Және де қара бұрыш пен паприка қосамыз. Сондай-ақ кориандр дәмдеуішінен қоссаңыздар болады. Дәмдеуіштердің барынша пакетиктегі емес, арнайы грамдап сатылатын түрін алғандарыңыз жақсы, өйткені пакетиктегі дәмдеуіштер онша дәм бермеуі мүмкін. Енді барлығын жақсылап араластырып салатымызға құямыз. Осымен біздің салатымыз дайын болып қалды. Соңында салатымызға 6% алма уксусынан қосамыз, яғни яблочный уксус. Яблочный уксус мінекей түрі осындай болады. Сіздерге арнайы көрсетіп жатырмын. Дәл осы уксустан 2,5 ас қасықтай қосамыз салатымызға. Егер дәл мұндай уксус табылмаған жағдайда, кәдімгі 9% уксустан 1 чайный ложка қоссаңыздар болады. Мінекей осымен дайын. Менің ыдысым мына жерде кішкене тарлық қылып тұр, сондықтан үлкендеу ыдысқа алмастырамын. Және де барлығын жақсылап араластырамыз. Бізде енді қызыл капустамыз кішкене бір-біріне бірігіп жабысып тұрғандықтан, соның барлығының арасын ашуымыз керек. Жақсылап қолмен мұжғылап тұрып, жақсылап араластырып аламыз. Және де араластыру барысында салаттың тұзын, татымын көріңіздер, өйткені менде тұзы кішкене аздау сияқты болып көрінді. Сонымен кішкене тағы да тұз қостым. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Осымен салатымыз дайын. Көпшілікке, мерекелік дастарханға, той жиынға қойсаңыздар енді тіптен керемет. Дастарханыңыздың көркін ашары сөзсіз, және де өте дәмді болып шығады. Видео рецепт сіздерге ұнады және де пайдалы болды деген сенімдемін. Ұнаса тегін лайктарыңызды басып, каналға тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, және де менің инстаграм желісіндегі парақшама да тіркеліп алыңыздар. Ол жақта да белсенді түрде керемет рецепттермен бөлісемін. Nurzena.nur деп жазсаңыздар, менің парақшам бірден шығады. Подписаться батырмасын басып, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.